Балабум! Омар, мына жерін дұрысташы. Хадия, Омар, кіріңдер үйге, тоңған боларсыңдар. Қазір әже, қазір. Жүріңдер енді ертек оқып беремін. Алақай, әжеміз ертегі оқып береді. Әже, бүгін қандай ертегі оқып бересіз? Өте ескі, бірақ мағыналы, алтын балық деген ертегіні. Оқып беремін. Біздің кішкентай оқырмандар, біздің арнаға тіркеліп алыңдар. Алда көп қызықты ертегілер оқып беретін боламын. Олай болса, мен бастайын. Ерте заманда теңіз жағасында бір қарт ата мен кемпір өмір сүріпті. Олар өте кедей болыпты. Кемпір тоқыма тоқып, үйдің шаруасымен айналысады екен. Ал қарт болса, күнде теңізге барып, балық аулайды екен. Бір күні қарт күндегідей теңізге ау салуға баратын болады. Кемпір, мен теңізге барып ау салып келемін. Құр қол қайтпай, кешкі асқа балық алып кел. Қарт теңізге торын тастап, күтіп отырады. Бір кезде Ата, мені мына тордан босатыңызшы. Өтінем, мен осы теңіздің ханзадасымын. Егер мені жіберсеңіз, сіздің кез келген үш тілегіңізді орындаймын. Жарайды, жөніңе жіберейін. Бүгін үйге бос қайтатын болдым, бара ғой. қарт атай басы салбырап, енді кемпіріме не айтамын, деп үйге көңілсіз қайтады. Қарт атай үйге келіп, кемпіріне бар болған жайды айтып береді. Бүгін ауыма алтын балық ілінді, ол жалынып жалбарынды. Содан жаным ашып, оны қайта теңізге жібердім. Әй, ақымақ шал, сенің есің дұрыс па? Жайден жай қойып жібере салдың ба? Жоқ, жай емес, алтын балық менің қалаған үш тілегімді орындауға уәде бер. Мына кір жуатын табағым жарамай қалды. Тым болмаса жаңа табақ сұрамадың ба? Бар, алтын балығына айт, менің мына ескі кір жуатын табағымды жаңартып берсін. Қарт басы салбырап, көңілсіз қайта теңізге жол тартты. Қарт теңізге қарап мұңға батып, ойланып отырады. Бірде судан алтын балық шығып, мұңға батқан қартты көріп: Сәлеметсіз бе, ата? Сізге не болды? Бүгін мұңдысыз. Бір кем дүние-ай. Кемпіріме жаңа кір жуатын табақша керек болып қалыпты. Жарайды, ата. Сіз үйге қайта беріңіз. Кір жуатын табақ болады. Қарт үйге қайтып келсе, кемпірінің алдында жап жаңа кір жуатын табақша тұр екен. Ата оны көріп қуанып кемпіріне сөйлейді: Көрдің бе, кемпір? Айттым ғой саған, алтын балық уәдесінде тұрды. Ой, ақымақ шал, болмашы бір табақша сұрағанша зәулім сарай сұрамайсың ба? Үйдің түрі мынау. Неге үлкен зәулім сарай сұрамайсың? Алтын балығыңа айт, маған зәулім сарай салып берсін. Ертеңіне қарт тағы теңізге қарай жол тартады. Теңізге келіп, мұңға батып, алтын балыққа кемпірінің айтқандарын қалай жеткізерін білмей, ойланып отырады. Бір кезде теңізден алтын балық шығып: Сәлеметсіз бе, ата? Бүгін тағы да көңіл күйіңіз жоқ қой? Иә, алтын балық. Енді кемпірім хан сарайындай зәулім сарайда тұрғысы келеді. Жарайды, ата. Сіз үйге қайта беріңіз. Керек болса, зәулім сарайда болады. Ата көңілсіз үйге келеді. Қараса, бұрынғы ескі үйінің орнында хан сарайындай зәулім сарай тұр екен. Қарт ата таң қалып: Пақ шіркін, неткен ғажап, енді үлкен сарайда тұратын болдық. Кіруге болмайды, рұқсат жоқ. Мына ақымақ шал тағы келген бе? Әй шал, енді менің сол алтын балығына хан болғым келеді. Бар, алтын балығына айт, мені осы өңірге хан етіп қойсын. Кет, мына жерден. Ата кемпірін көріп, оған ренжіп, көңілсіз амалсыздан қайта теңізге қарай жол тартады. Сәлеметсіз бе, ата? Тағы не болды? Кемпір енді барлық осы өңірге және саған хан болғысы келеді. Алтын балық ренжіп, теңіздің тереңіне жүзіп кетеді. Сол кезде аспан түнеріп, қара бұлт басады. Ал қарт болса үйіне қайтады. Қарт үйіне келсе, сол баяғы кішкентай тозығы жеткен үйі тұр екен. Есік алдында жұпыны киінген кемпір тоқыма тоқып отыр екен. Осымен ертегі аяқталды. Көрдіңдер ме, балалар? Қанағатсыздықтың арты жақсылыққа алып келмейді екен. Жарайды, әже. Енді барға қанағат етіп үйренеміз. Біздің кішкентай оқырмандар, сендерге ертегі ұнады ма? Олай болса, біздің арнаға тіркеліп, видеоларға лайк басып отырыңдар.
Сау болыңдар достар.